Сөз депутат Еспаева Дания Мәди-қызына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Біздің депутаттық сауалымыз премьер-министрге арналады. Ақжол фракциясына жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары қауымдастығы саладағы проблемалық мәселелері бойынша өтініш жолдады. Соңғы 5 жылда саладағы кәсіпорындардың 40%-дан астамы өз қызметін тоқтатты. Жұмыс істеп жатқандарының саны 25 мыңнан 13 мыңға дейін қысқарды. Естеріңізге сала кетейік, кеңес заманында Қазақстанда бұл салада жұмыспен қамту 203 мыңға дейін жеткен болатын. Бұндай жағдай бұрынғы одақтың экономикалық байланыстардың үзілісімен шикізат базасының болмауынан басқа осы саланы дамытуға қатысты мемлекеттік стратегияның болмауын себебін қалыптасқаны анық. Осыған байланысты Ақжол фракциясы жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының қолдау үшін мынадай ұсыныстар жасайды. Мәселен, 2015 жылы қауымдастық қазақстандық тауарларды ішкі нарықты алға жылжыту бойынша Казбренд бағдарламасын әзірледі. Ол әлі күнге дейін іске асырылмаған. Саладағы кәсіпорындарға өнімді тек қана өндіруді емес, сондай-ақ оны ішкі және сыртқы нарықтарға өткізуі көмек қажет. Бүгін біздің нарығымызды Түркиядан, Беларусьтен, Ресейден, Китайдан келген тауарлар толтырып жіберген. Түркия үкіметі өз тауарларын алға жылжыту үшін дүкендерді жалға алуды және франчайзинг желісін құруды субсидиялайды. Инвестицияларды және жабдықты жұмсалатын шығыстарды өтейді. Елді өндірілмейтін шикізатты импорттық баждарды алып тастаған. Осыған ұқсас шараларды Ресей мен Беларусь ішінара қолданады. Мысалы, Беларусьте сауда желісінен сөрелік кеңістігінің кемінде 30% отандық тауарларда беріледі. Ресей осы үлесті 40%-ға дейін арттыру туралы ұсыныстар қаралып жатыр. Сонымен қатар, Ресейде осы тауарлардың өзімдік өндірісі болған жағдайда компаниялар мен мемлекеттік корпорацияларға мемлекеттік мұқтаж үшін жеңіл өнеркәсіп импорттық тауарлардың сатып алуға тыйым салынған. Ал Қазақстанда сауда орталықтардың жалға алу жақсының жоғары болуынан отандық тауарлар барлық сауда жерлерінде нашар ұсынылған. Сондықтан бұл бұйымдардың түпкілікті құны 30-50%-ға дейін арттырады. Соның нәтижесінде тауарлар көрші елдердің осыған ұқсас тауарлармен салыстырғанда бәсекеге қабілетсіз болып қалады. Мемлекет пен квазимемлекеттік сектор тарапынан отандық тауарлар ұзақ мерзімде тұрақты сатып алу болған жағдайға да ғана өндірушілер өндірісті сақтап қана қалмай, сондай-ақ оны жаңғырту мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар, Ақжол партиясы жеңіл өнеркәсіп саласына жататын басым секторлар үшін қосылған күн салығын сараланған мөлшерлемесін қолдану қажеттілігі туралы бірнеше рет айтқан болатын. Тауар өндірушілер үшін шикізатқа, материал мен жабдықтарға кедендік баждарды төмендету ұсынған едік. Осы шикізат, осы саладағы өзіндік құнды шикізат, негізін импорттық шикізат 60%-ға дейін құрайды. Жоғарғы айтылғандардың негізінде Ақжол фракциясы сізден бірінші, отандық тауарларды маркетинг алға жылжыту және жалға алу ақысы бойынша шығындардың бір бөлігін өтеуді. Екінші, сауда жерлерінің сөрелерінде отандық өндірілген жеңіл өнеркәсіп тауарлардың кемінде 10%-дан болуын қамтамасыз ету. Үшінші, Ресей заңнамасына ұқсас мемлекеттік сатып алу шеңберінде Қазақстанда осы тауарларды өндіріс болған кезде Қазақстанда шығарылатын тауарлардың ең аз үлесін белгілеуде. Төртінші, Қазақстанда өндірілмейтін шикізат пен жиынтық тауыштарды кедендік баждардан босатуда. Бесіншіден, жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындардың үшін 3% мөлшерлемелерді қосылған күн салығын төмендетілген мөлшерлемесін белгілеуді сұрайды. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары. Рахмет. Рахмет.